Сәлем баршаңызға, қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге осындай дәмді ас мәзір рецептермен бөлісетін боламын. Алдымен сіздерге осындай үй жағдайында дайындалатын KFC рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен тауық етін осылай турап аламыз, кесіп. Және де артық жаман жерлері болса, оны да алып тастаймыз. Барлығын кесіп алғаннан кейін үстіне бір ас қасық тұз саламын. Паприка саламын. Қара бұрыш саламын. Енді үстіне сұйық май құямын. Және де біздің етімізді мариновать ету үшін жақсылап үстіне салқын су құямын. Судың ішіне толықтай сіңіп, холодильникке 2-3 сағат немесе 1 тәулікке қоюымызға болады. Сіздер де тура осылай жасаңыздар, толығымен сіңіп тұруы қажет. Мінекей 3 сағат өтті. Ал енді ыдысқа ұнды салып алдым. Үстіне мен паприка саламын. Және тұз саламын. Екеуін барлығын жақсылап араластырып аламын. Дайын болған мариновкадан шыққан етімізді осы ұнға жақсылап құрғақ қылдырып аунатып аламын. Тауық етін жақсылап ұнға аунатып алдым. Ендігі кезек сұйық салма дайындайтын боламын. Ең алдымен оған ыдысыма 2 жұмыртқамды саламын. Үстіне тұз себемін, жақсылап араластырып аламын. Ендігі ұн саламын, 2 ас қасық немесе 3 ас қасық. Міндетті түрде үстіне су құямыз аздаған. 1 стаканның жартысындай құю керек. Сосын бірақ араластырып алу керек. Бізде сұйық салма болу қажет. Екінші ыдысыма ұн саламын.
Қызып тұрған майымызға алдымен осылай етті сұйық салмамызға бірінші аунатып, одан кейін ұнға аунатып, бірақ қайнап қызып тұрған майға саламыз. Және де қалғандарында тура солай жасаймыз. Бірінші сұйық салмаға, одан ұнға аунатып, содан бірақ қайнап тұрған, қызып тұрған майымызға саламыз. Сөйтіп қалғандарында жасауларыңызға болады. Міндетті түрде сіздер осылай жасаңыздар, және де егер де сіздер үлкен қылдырып жасағыларыңыз келсе, осылай жасайсыздар. А егер де кішіректеу, көбіректеу жасаймын десеңіздер, онда еттеріңізді кішкентай бөліктерге бөлген дұрыс. Сонда сіздерде көбірек болып шығады. Міндетті түрде үй жағдайындағы кепсе ол өте ерекше кепсе болып шығады, және де ешқандай кафеден де рестораннан да асып түседі деп айта аламын. Сіздер де осы үй жағдайында жасаңыздар, дәмі деген тіл үйреді. Осылай бір жағымен салып алдым. Біраз бір жағын қуырып аламыз да, екінші жағын ауыстырамыз. Екінші жағында ауыстырып, жан жағын бүкіл жерін пісіріп алуымыз қажет. Егер сіздер осындай үй жағдайында жасап үйреніп алсаңыздар, ешқандай кафе, рестораннан заказ бермей-ақ үй жағдайында жасасаңыздар, отбасыңыз өте қуанады. Міндетті түрде жасаңыздар, каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Баршаларыңызға ас болсын. Келесі кездескенше.